Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат, мен есім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта Кешу тобының экс-солисткасы, бүгінгі таңда жас әнші Айдана Меденова біз бастаймыз. Айдана Меденова әнші, Кешу тобының экс-солисі. Саламатсыз ба? Айдана ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Біздің бағдарламамызға ойланып, толғанып келуіңіздің себебі неде? Бұл енді мен білуімше сондай бір кішкене қиын бағдарлама. Неше түрлі сұрақтар қойылады. Жеке өмір туралы, каверзный вопросы деп айтады ғой, сол сияқты. Сол үшін кішкене ойландым. Бұл бағдарламаны өзімде өмірде қараймын. Өте қызықты, бірақ қиын кішкене. Айдана Меденова өзінің даусым бар деп ойлайды ма? Әрине ойлаймын. Даусым бар. Даусым бар жоқ деп ойласам, мен бұл сахнада болмаушы едім. Кешу тобына келмеуші едім. Мен 5 жасынан ән айтып жүргеннен кейін ата-анам соған кішкентай кезімнен әкелді. Сондықтан даусым бар. Көп жазып жатады. Қандай деңгейде деген сұраққа айта аламын, бірақ кішкене мүмкін тәжірибем жетіспейтін шығар. Бірақ әлі жаспыз, ақырын өзімнің қалаған дәрежеме жетем. Қандай баға берер едіңіз өз даусыңызға? Енді бағаны халық айтады деп айтып жатады ғой. Сондықтан өз-өзімді мақтамай қойын. Тырысып жүрмін. Ешкімді ұятқа қалдырмау үшін. Осындай Кешу деген топпен халыққа танымал болғаннан кейін, әрине олардың дәрежесін түсірмеуге тырысамын. Кешу деп өзіңіз айттыңыз ғой. Кешу тобына кіру үшін 2 жыл жүріпсіз, кіре алмай, топта емес, бірақ Баян Есентаеваны жағалап жүріпсіз. Топқа аласың ба? Әндерін айтып, билерін үйреніп, топта болмасаңыз да. Бұл енді Shine Production деген сондай бір үлкен ұжым. Көп қыздар бар, конкуренция деген бар. Мен кастингтен өткенде Кешу тобына өттің деп айтқан жоқ. Өйткені мен мүлдем басқа топқа келдім. НКР деген топ болды. Сол топқа кірем бе деген үмітпен келдім. Бірақ сол жерде бір жағдайлар бойынша ол топты таратпады. Содан кейін қалып қалдық. Енді мен не істеймін дегенде, жарайды, енді сәті келгенде деген сияқты айтты. Сәті келгенде сені де бір топқа кіргіземіз деген сияқты. Бірақ кетпе деді. Әрине мен бос жүрген жоқпын. Дайындалып жүрдім. Мен өзім бір істі алар алдында оны біліп алу керекпін, оны үйреніп алу керекпін. Бұлай жайдан жай әрине барғым келмейді. Сабақ оқыдым, сол параллельно. Кім кетеді екен деп күтіп жүрген сияқты оқыдым? Жоқ. Бұл енді қыздар тобы болғаннан кейін неше түрлі жағдайлар болады. Оны бәрін көріп жүрдім мен. Сондай бір шатки время болды да. Содан кейін үмітім болды. Сен дайын бол деп айтты. Содан кейін мен барлығын үйреніп алып, спокойно сондай бір өзім жүрдім, өзімнің уақытымды күтіп. Камшат кеткеннен кейін маған сол күні мүлдем сахнаға шығасың деп айтты. Әрине мен де сасқалақтамай, мен барлығын білем, мен дайынмын дедім. Бұл енді жұмыс болғаннан кейін солай. Қыздар арасында достық болады ма жалпы? Енді барлығы айтып жатады ғой, шоу-бизнеста достық жоқ деп. Барлығы солай бетке күліп жүре береді, неше түрлі айтып деген сияқты. Менде жан достарым жоқ.
бірақ жақсы араласып жүретін осы менің әріптестерім Кешудегі Камшат, Жанар, сол қыздармен мен жақсы араласамын. Көбінесе Камшатпен қазір араласамыз. Бірақ өзімнің өмірде достарым көп, сондықтан мен қатты оғандай қайғырмаймын. Бүгінгі Кешудің бүгінгі өнер көрсетіп жүрген қыздарына қандай баға бересіз? Мен енді ол қыздарды түсінемін. Әрине олар жаңадан келді, жас, мүмкін тәжірибесі кішкене жетіспей жатқан шығар бір жағынан. Бірақ олардың қазір жасап жатқан еңбегінен көрініп тұр ғой, үлкен еңбек. Осы жақын арада жаман айтатын адамдар аз болады. Бұл енді Кешу бренд, Кешудің әндері өзгермейді, сол музыкалық продюсері бір. Сондықтан менше барлығы жақсы. Баян Есентаева мен Айдана Меденова халықтың басын қатырып жүрген жоқ па? Топтан кетесіз, тұрмыс құрасыз, тойға шақырмайсыз, сосын қайтып келесіз, өткенде 10 жылдық концертінде жүрсіз. Пиар үшін не жасауға дайынсыздар сіздер? Ол енді пиар емес. Пиар жасау үшін енді қатты ойланып, сондай бір жоспарлау керек шығар. Бірақ ол енді жоспарсыз болған жағдай, өмір. Оның бәрі осы телеарналарда шығатыны кішкене мені өкінішті. Бірақ енді халықтың арасында болғаннан кейін оның барлығын дайын болу керек ондайға. Иә, сондай болып қалса сондай жағдайлар. 10 телеарнасында нүкте қоюға дайынсыз ба бүгін? Не себептен кеттіңіз, не себептен келдіңіз? Барлығын қайтып келген қыз жаман дейді. Ой, енді бұл жерге ешқандай қатысы жоқ шығар ол сөздің. Мен қайтып келген жоқпын. Мен бұл Есентай продакшнда жұмыс істемеймін, бірақ қарым-қатынасымыз жақсы. Топтан кеттім, контрактым бітті. Болды, тұрмысқа шықтым. Менше ешқандай сұрақ болмау керек. Тойым жеке шарам, кімді шақырым келеді, соны шақырам дейсіз ғой? Жоқ, мен шақырдым тойыма. Бірақ бір жағдайлармен байланысты келе алмады. Ол енді өткен кеткен, оны қазір қопарып айтуға ешқандай маңызы жоқ. Сондықтан бәрі жақсы қазір. Көпшіліктің сіздерге деген қызығушылығы арттыру үшін, пиар үшін жасаған жоқсыздар? Ой, жоқ. Мұндай ешқандай ойындарымызда жоқ. Білмеймін, пиар үшін ештеңе істемейміз. Тек еңбегімізді, тек өзіміздің әндерімізді көрсетуге тырысамыз. Ондай шығып жатса, ондай барлығы халықтың өзінің әрекеті. Қазір енді жеке жұмыс жасап жатырсыз. Қазақ эстрадасында, Қазақстан эстрадасында қыздар өте көп. Ол Мадина Садуақасова, Маржан Арапбаева, тағы. Айдана Меденованың қандай айырмашылығы бар? Әр адамның өзінің қасиеттері бар ғой. Мен енді өзімді мен сондай үздікпін деп мақтамаймын. Өзімнің тыңдармандарым бар деген үміттемін. Мадина Садуақасова мен Маржан Арапбаева мен тіпті мен өзімді салыстыра алмаймын, өйткені олар баяғыдан келе жатқан тәжірибесі мол әншілер. Мен соларға ұқсағым келіп, осы эстрадада өзімнің орнымды
табуға тырысып жүрген жас әншімін. Сол. Мен басқа әріптестермен айырмашылығым, келген қонақтарға сұрақты өзім дайындаймын. Маған редактор жазып берген сұрақтарды жаттап алып немесе қарап отырып қоймаймын. Бір айырмашылық болу керек қой, сізде де. Енді әр адамның өз айырмашылығы бар. Мен өзімді білмеймін, жақсы адам ештеңе айта алмаймын. Шынайы өзімді жаманшылық ешкімді аттамай, өзімнің орным бар өмірде, өзімнің жоспарларым бар. Ол енді халық шешетін шығар, не айырмашылығы бар екен. Инстаграм деген әлеуметтік желі бар, Фейсбук деген әлеуметтік желі бар. Бүгінде көп әншілердің жеке парақшасын көрсек, қандай опадалап жағатынын, кімнің қандай көйлек сыйлағанын, кімнің қандай әшекей бұйымдар сыйлағанын салып отырады. Өзі қоғамда орны бар әншілер, қоғам қайраткері адамдар өз ойын ашық білдіріп, қоғамдық іс-шараларға араласу керек деп ойламайсыз ба? Сіз енді мен Инстаграм парақшама қарап, сондай сұрақ қойып жатсыз. Ол сізге қатысты ғана емес. Енді мен жеке неге қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді көтеріп айтпайсыздар? Менің ойымша Инстаграм ол үшін жасалған программа емес. Білмеймін, менің өз жеке ойым. Мен үшін Инстаграм тек фото, бір өмірімнің кішкентай бөлігімен тыңдармандарыммен бөлісу. Бұлай өзімнің біреуді сынап, немесе біреуді жамандап деген сияқты ондай заттардан аулақпын. Ондай бір қатты айтқым келген затты мен кез келген каналға барып айта аламын. Бірақ менше Инстаграм ол үшін емес. Твиттер сол үшін жасалған. Не толғандырады? Айдана Меденованың бүгінгі таңда 2016 жылы дәл қазір не толғандырады? Қоғамда болып жатқан мәселелер. Әрине толғандырады. Қазақстанның жағдайы, неше түрлі жағдайлар қазір өкінішті жағдайлар болып жатыр, бірақ мен өзім өмірде оптимистпін, сондықтан жақсылыққа сенем. Жақсы болады деген ойдамын. Атақ, мансап қаншалықты қажет Айданаға? Сіздің әріптесіңіз кешкі тобындағы біздің жұмыспен Жанар Дұғалова елбасының қолынан атақ алып жатыр, интернет шулатты. Бұл кім, қайдан шыққан, қандай еңбек сіңді деп халық шулады. Бұл енді сізге қаншалықты қажет мансап? Меніңше, өзіңнің жұмысымен көңілің толса, шын жүректен жасап жүрсең, ешқандай атақ керек емес. Ешкімнің мақтағаны керек емес. Өз-өзіңмен гармонияда болсаң, ең бастысы. Мен үшін жұмыс деген ол енді кішкене екінші жақта, өйткені қыз болғаннан кейін мен жанұя туралы ойлаймын, балалар туралы ойлаймын, жұбайым туралы ойлаймын. Бұл мен үшін хобби деген сияқты. Өнер хобби. Өнер емес, хобби, жұмыс хобби. Жұмыс хобби. Бастысы отбасы институты дейсіз ғой, иә? Қандай ана Айдана Меденова? Енді балам кішкентай, әлі одан сұрай алмайсыздар, қандай мен анамын, тек жолдасымын сұрай аласыздар. Бірақ мен енді білмеген жақтарымды әпкемнен сұрап, көрген кісілерден сұрап, тырысып жүрмін. Жұмысымды да алып, баламды да қарап, барлығын үлгеруге
меніңше әр адам, әр қыз үлгере алады. Көп сөз айтпай жасай берген жақсы ғой. Отбасы бар, ер азаматы бар, эстрадада жүрген қыздардың бірісіз, көбісі жалғыз бүгінгі таңда. Аттарын атап, түстерін түстемей қойып, ажырасып жатқандары да бар арасында. Бүгінгі таңда шаңырақ көтергендерге қарағанда ажырасып жатқандардың саны өте көп. Жалпы осы шаңырақты шайқалтпай өмір сүру үшін не істеу керек сіздің ойыңызша? Енді ондай ойлар болмау керек ең біріншіден. Үй болу, үйлену оңай дейді ғой, үй болу қиын. Ондай проблемалар болады деген ойлар болмау керек. Ондай бір шығып жатса, сабыр сақтап, бір ұрыс керістер болып жатса, сабыр сақтап, ең басты сабыр, түсіну керек адамды. Сен қалаған, сен таңдап алған адамды түсініп қарап, бір шешімге келу керек. Мен әкем звондап, маған қоңырау шалып, айта береді сондай сөздерді, сабыр түбі сары алтын деп. Мен соған сенем. Мен сонымен өмір сүрем, сондай ұстаныммен. Менше барлығы дұрыс болу керек. Ешқандай сондай жаман ойлар болмаса, алдын ала адамды таңдайсың ғой, алдын ала білесің оның мінезін, қандай шарада жұмыс істейтінін, қандай минус плюстары бар екен, біліп тұрып тұрмысқа шығасың. Содан кейін бос сөздер айту менше дұрыс емес. Қазақстан Республикасының мәдениет министрі кім? Арыстанбек Мұхамедиұлы. Арыстанбек Мұхамедиұлының атқарып жатқан жұмысына көңіліңіз тола ма? Жалпы мәдениет саласына қандай реформа керек бүгінде? Енді мен политикаға қатты жақын емеспін, біріншіден. Сізге жас әншіге не қажет бүгінде? Менше барлығы қазіргі таңда барлығы өте жақсы. Тіпті қазір жағдайлары жоқ, бірақ жас әншілер, танымал болғысы келетін әншілер де біздің Гакку арнасына барып өзінің клипін берсе, барлығы да ашық, ешқандай ақша төленбейді. Менше ол үлкен плюс. Үлкен мүмкіндік дейсіз ба? Иә, әрине. Бүгінгі таңда кішкентай балалардың барлығы кішкентай кезінде ғарышкер болам десе, баяғыда қазір әнші болам дейді. Осы енді әншілер көрсетіп жатыр, зәулім үйлерін көрсетіп жатыр, дизайнерлер тіккен көйлектерін көрсетіп жатыр. Енді қаншалықты қажет деп ойлайсыз осының барлығы? Қатты барлығы әнші болғым келеді деп айтпайтын шығар. Көбісі, басым бөлігі. Енді бұл ата-аналарға сұрақ, ата-аналарға кеңес, өз балаларыңыздың талантына қарап көмектесіңіздер профессия таңдауға. Менше әнші болғысы келсе, несі жаман, әнші болсын. Бірақ соған деген жүрегі әншілікке жақын болу керек. Бұлай жайдан жай келе салмау керек. Менің отбасымда барлық ән айтады, сондықтан мен ондай бір ой, әншілікке бармайсың, банкте барып жұмыс істе деген сияқты сұрақтар болған жоқ. Білмеймін, туғаннан барлық әншілікке жақын. Бірден пианиноға берді, бірден скрипкаға берді. Менде таңдайтын да мұршам болған жоқ. Жолдасыңыз тоқал алам десе не істейсіз? Жоқ деймін, әрине. Мен ондағы қарсымын. Демографияны көтеру керек. Жоқ, мен қарсымын. Енді адам екіге бөлінбейтін сияқты, жүрек екіге бөлінбейді. Ол енді мен жеке пікірім.
ондай айтып жатса, білмеймін, мен ондайды қаламаймын да, қолдамаймын да, ешқашан қолдамаймын. Патриотизм не сіз үшін? Патриотизм? Қалай түсінесіз патриотизмді? Отаныңды сүю, жеріңді сүю, енді демография көтеру деген сияқты. Болды, махаббат, отаныңа махаббат. Сізден ән сұрағымыз келіп отыр. Тыңда, тыңдашы, сендірсілін жүрегімнің, тыңда, тыңда, ай, 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 ай. Тыңда, тыңдашы, сендірсілін жүрегімнің, тыңда, тыңда, ай, 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 ай. Бүгінгі таңда қазақ эстрадасында, Казахстанская эстрадада екі жаққа бөлінгені рас қой, ол бөлініп те жатыр, бөлініп те келе жатыр. Жалпы идеология бар ма? Нені дәріптеп жүрсіздер барлықтарыңыз? Мен өзімде енді ана жаққа, мен осы қазақ эстрадасынанмын немесе қазақстандық эстрадамын деп айта алмаймын. Қазір барлығы осылай бір нетіп қалған сияқты, араласып, ондай қазір ондай четкий грань жоқ. Баяғыда болушы еді сондай бір тойда айтатындар, тек тойда айтады, мынандай ән айтпайды деген сияқты. Бірақ қазір қатып қалған әншілер де тойда да айтып, былай сондай. Бұл енді ақша табу амалы, өзінің өнерін жалғастыру үшін әрине шығын, барлығы ақша керек деген сияқты. Той деген енді қазақта сіңіп кеткен ғой. Сіздің өнеріңіз нені дәріптейді, нені үйретесіз? Мен өзім сүйетін ісіммен айналысып жүрмін. Ешқандай сондай нақты бір идеям жоқ. Тек өзімнің өнерімді көрсету, әртүрлі жағымнан өзімді көрсету. Сол. Тек сол. Баян Есентаева сияқты мықты продюсерсіз Айдана Меденова қазір қиналып қалған жоқ па? Жеке кетіп. Білмеймін енді. Енді сол кезде жақсы болғаны, жақсы жақтары өте көп. Ешқандай бір сұрақтар бар, костюм туралы, ән туралы. Ондай сұрақтармен кездеспегенбіз. Тек сол дайын костюм, дайын ән, дайын сахна деген сияқты. Барасында ән айтып кетесің. Онда да біз өзіміздің барымызды салып, жанымызды салып жұмыс істедік. Қазір ондай да сұрақтар келіп жатыр. Бұл енді естественный процесс. Өз жалғыз болғаннан кейін онымен бәрімен кездесесің. Айдана Меденова 2016 жылы дәл қазір біздің студиямызда не туралы армандайды? Менің арманым тек өзімнің жақындарым, мен білетін, танитын адамдарым аман болсын деген арманым. Мұндай бір нақты мен болады осыны бір мен өмірді жаулап алып, бір бизнес ашып деген сияқты неше түрлі армандар бар. Бірақ менің арманым барлығы аман болсын деген сияқты. Барлығы болады. Ол материальный жақты ойлай берсең, ұмытып кетесің барлық туралы. Рахмет үлкен студиямызға келгеніңізге. Сәттілік тілейміз сізге. Аман болыңыз. Назарларыңызға рахмет. Эфирде болған сұхбат. Мен есімім Мұхит Сапарбаев. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.